Assalomu alaykum, meni uzoqdan yaqindan ko'rib boruvchi aziz ixlosmandlarim. Neki sizlardan aldымен kechirim so'rayman. Shunday suq xabarlar bilan sizlardan shunday qilib bezovta qilib o'tirgandan kecha o'tgan tunda soat 12lar vaqtida telefonga звонок kelib, shunday ahvol bo'lib qoldi. Qo'janolda 18 yo'lda 3-ko'chada deb shunday suq xabardi hamda baxtsiz hadisani eshitib azonda kelsak shunday жағдайда bo'lib qolgan. O жаңғанда ешкап былай тұрсын, екі нәрестеміз бұл дүниядан өтіп кетті. Тап осы комнатада бесікте жатқан екен нәрестеміз. Енді ата-анасының жағдайын айтпай ақ қояйын, еш уақытта ата-ананы баламенен перзентпенен сынамасын деген халқымыз. Құдайым қалған жағында қалған 3 перзенті аман болсын. Осы мейірімді халқым, сіздерден ілтимасым, сіздерден өтініш етемін. Анасының жағдайы мен әкесінің жағдайын айтпай ақ қояйын. Одан туысқанлары қатты жылап, мені құшақлап, апа деп, құдайым осы перзентлер, нәрестелер үшін осы жайды біткеріп беруге жәрдем берейік. Өзімді ұстай алмай жатырмын. Осы маған сеніп тапсырып отырғаныңызға да рахмет. Алла разы болсын баршаңыздан. Әйтеуір маған сенім білдіріп, сол телефон қылып түніменен осы айтып не қылып атырыпты. Қалған жағында өзіміздің құрметті блогерлеріміз видеоны кеңінен тарқатып жіберсеңіз, сіздерге ілтимас өтініш етемін, лайк басып, менің аккаунтыма һәм тарқатып жіберің, ілтимас видеоларда, историяларда көріп барасыз деген үміттемін. Баршаңыздан Алла разы болсын. Рахмет баршаңызге, үйге бір жәрдем беріп, үйдің иелерін үйімізге аман сау кіргізгейміз, Құдайым. Рахмет баршаңызге.